Білесіз, мына ер мен әйел ашуланып, айқай-шу шығып жатқан кезінде біздерді шайтан ауызбілек не қылады, азғырады, иә? Ол яғни жаңағыдай сыбырлайды. Негізі ер мен әйелдің ғана арасында емес, ол кез келген ұрыс-керістерде ол сол жүреді, иә? Яғни адамдарды араздастыру, адамдарды ұрыстыру, керістіру, оның мақсаты солай. Бірақ осылардың ішіндегі ер мен әйелді егерде ажырататын болса, олар үшін ол үлкен бір жаңа құрмет екен, иә? Сондықтан да ол міндетті түрде ер мен әйелдің ажырату үшін бүткіл нәрсені жасайды екен. Енді қараңыз, сізде бір отбасында бір шағын ашу болып қалды, иә? И сол ашу уже өшіп келе жатыр. И сол кезде сіздің ақылыңызды қосып, осы кезде да өзіңіз ойланыңыз, дәл осы кезде шайтан аузы-білақ келіп азғырып жатыр. Иә, ол анау бұрынғы өтіп кеткен нәрсені еске қосады. Ол сізді де тоже не алады. Ана күйеуіңіз ойбай, білесің ба, сен баяғыда сен сөйткенде бүйткен еді ғой, сен соны қалай ұмытып қалдың деп күйеуіңізге барады. Білесің ба, ана әйеліңді баяғыда сен сөйткенде бүйткенде ол сөйтіп еді ғой, саған қалай ұмытып қалдың деген секілді екі жақтан да осылай арбайды. Ал енді сіз осыны білгеннен кейін, осындай айқай-шу шығып жатқан кезде сразу сабыр сақтап ойланыңыз. Яғни бізді осындай состояниеге жағдайға жеткізіп жатқан ол шайтан аузы-білектің жұмысы деңіз, стоп деңіз дағыны. Осы жерден өзіңіз сабыр сақтап, және күйеуіңізді сабырға шақырып, осылай ұрыс-керістің алдын алып тоқтатуға әрекет етіңіз. Бәрі өз қолыңызда, сіз жасай аласыз. Яғни түсіндіңіз не себепті екен, иә, сондықтан да жасай аласыз. Міндетті түрде қолданыңыз. Және парақшама тіркеліп алыңыз. Осындай пайдалы ақпараттар өте көп болады.